Сіздерме, құрметті достар, мен сіздерге бүгін колюс туралы айтып берейін. Сол колюсты қалай егіп, тұқымнан қалай өсіріп, және ары қарай қалай күту керек екенін. Енді бұл колюс туралы айтатын болсақ, колюстың түрлері өте көп. Колюстың 150-ден аса түрі бар. Енді соның бізге қолымызға тиіп отырғаны жаңағы колюс коралловый восход и колюс красный вельвет, және тағы да колюстың түрлері өте көп. Жерде еще егілмеген тағы да колюс нежность деген мынандай сары қызылмен аралас, және қызыл түрі и мынандай әдемі түрлері бар. Енді бұның жапырағы өте әдемі, декоративный лист дейді, жапырағы өте әдемі, өзі жылдам өседі. Бұны сіздерге айтқым келіп отырғаны, колюс міне тұқымнан еккенде өзі тұқымның ішінде 10 штук болады. 10 штук болады. Мынау 3 мартта ектім. 3 март 2017 жыл. Бүгін 12-сі. Көрдіңіз бе қандай? Бір аптаның ішінде 7, 8, 9, 10 күннің ішінде мынандай береді. Отростық береді. Мынау да сондай. 3 мартта егілген. Схожесть 100% дейді, 100% 10 ішінде тұқым, 10 шығып тұр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұны мен былай бетіп еккен едім. Енді пульверизатормен су шашқанда жаңағы жайылып кеткен ғой тұқымдары әр жерге шашылып. Жалпыда былай ровный қылып еккен едім. Бірақ 10 тұқымның 10-да шығып тұр. Бір аптаның ішінде 10 күнге жетпейтін уақытта мына өсімсі шығып тұр. Осы өсінісі кішкене өскен. Енді қазір мына тепличкеге ұстаймыз ғой, міне былай. Неге ұстаймыз мынандай тепличкеге? Себебі влажностьті сақтау үшін, дымқылдылықты сақтау үшін ұстаймыз да. Мынаны сосын мына конденсатын алып сүртіп отырамыз. Конденсатты алып сүртіп отырамыз. Күніне бір рет, 2 рет ашып, сүртіп қайтадан жауып қоямыз. Енді қазір мынау кішкене өсінісін берді. Енді ашып қоюға болады, қақпағын ашып, бірақ су құйып тұру керек. Егер бұл құрғап қалса, бұл құттай мына отростық өскен мына өсінісін сақтап қалу өте қиынға соғады. Оны сақтап қала алмайсыз. Осыдан кейін 2 апта, 3 апта осындай мына жаңағы осындай прозрачный мына тепличкеде отырады, осындай ыдыста. Уходын жасайсыз, су құйып тұрасыз. Содан кейін барып, 2 апта, 3 аптадан кейін барып, пересадка жасаймыз. Пикировка жасаймыз да. Мына мынандай қалып. Мынау менің алдыңғы еккендерім, бұлар уже шығып жатыр да. Тамырлары уже көрініп жатыр. Астынан горшокты тесіп, стаканчикке егеміз ғой. Қазір удобный жағдай осы ғой, арзан және қолжетімді. Осындайға егіп, сосын барып горшокке отырғызамыз. Мен мыналарды бірден горшокке отырғызған болатынмын. Қазір көрсетейін, мынау түрлері соның. Осы қазір еккендеріме менің 1 ай жарымнан асты. 1 ай жарымнан асты уақыт. Міне. Жаңа красный вельвет. Көрдіңіздер ғой, өте әдемі. Енді осы мына 3 мартта еккен мына колюсім кішкене отырсын, сосын барып мен оларды горшокке отырғызам да, чуть кішкене үлкен горшокке отырғызам. Енді бұлардың күтімі өте жеңіл, бұл үйде де ұстауға болады, және шарбаққа да егуге болады. Шарбаққа егіп, бұны шарбаққа еккенде сондай ашық алаңқайға егудің қажет жоқ. Жел тұрып жаңағыдай не болатын болса, бұны енді сабағын сындырып тастайды ғой. Сондықтан сондай бір дұрыс жерге егу керек те, ық жерге егу керек. Жапырағы өте әдемі, ешқандай қиындығы жоқ. Обильный полив дейді, жаңағы жақсылап су құю керек. Сосын удобрениесін құйып тұру керек. Жаңағы бұған үйде күтетін болса, горшокте отырғызып, бұған су шашудың қажет жоқ. Жапырағы бұның кәдімгі бархатный сондай әдемі өте гүлді, бархатистый прямо. Әдемілігінде енді сөз жоқ. Гүлі бұның ондай әдемі емес. Гүл атады, бірақ гүлі ондай әдемі емес. Бұның гүл атайын деп бутон беріп тұрғанда гүлін алып тастау керек вообще. Гүлін алып тастасаң, астынан кәдімгі қалыңдап шығып, бұл жақсы өседі. Қалыңдап жақсы өседі. Енді так, бұның көбейту тәсілін айтатын болсақ, тұқыммен де көбейеді, көрдіңіздер, жаңа көрсеттім. Сосын бұл өсіп келгеннен кейін, мына жапырағының, көрдіңіз ғой, мына жапырағы үлкен болып өседі, мына жапырағы 13 сантиметр болады. Мен соны әдейілеп
өзім линейкамен өлшедім. 13 сантиметр болғанда анандай үлкен кәдімгі жапырақ болады. Үлкен жапырақ, өте әдемі, еще барқытный. Бұны жаңағы обрезка жасаймыз ғой, кесіп, сол кезде астынан бұл көбейіп шығады. Жалпы гүлді үстінен кесіп обрезка жасаса, астынан қаулап шығады, толып. Егер астынан кесіп жасаңыз, астын алып сабағының түбінен алсаңыз, онда биігіне өсе береді, биіктеп өсе береді. Соны естеріңізде сақтаңыздар. Бұл қиюдың да түрлері өте көп, ол кесілген жерден қиып ала бермейсіз гүлді. Сондай обрезка жасағанда, жаңағы обрезка қиғанда, сол қиған отростіктерді мынандай горшокке, стаканчикке мен топырақ аламда, саламда, осылай егіп тастаймын, болды. Өзімен өзі өсе береді. Тек құп-құрақ болып қалмаса болды. Құрғап қалмаса болды, ары қарай өсе береді. Ешқандай қиындығы жоқ. Уақытымен су құйып, удобрениесін беріп, күтіп тұру керек. Сізге сондай әдемі жапырағын сыйлап тұрады. Колюс деген гүл. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Менің каналыма жазылыңыздар. Тағы да көптеген гүлдер туралы айтып беремін. Рахмет.